Қайырлы күн, қадірлі қонақтар, құрметті ұстаздар, қымбатты студент достар. Қазақ өнерінің, оның ішінде театр өнері мен музыка әлемінің қос алыбы Ғазиза Жұбанова мен Әзірбайжан Мәдиұлының Мәмбетовке еске алу күніне қош келіпсіздер. Қайырлы күн, қадірменді сондай бір кездесу өтіп жатыр. Және де оның басты себебі біздің осында жазылғандай, біздің еліміздің, халқымыздың ең бір бетке ұстар алыптарының бірі ол Ғазиза Жұбанова мен жан-жары Әзірбайжан Мәмбетов. Өзімше енді осының басында Әлиби бауырымыз кіріп, осындай тілек білдірген еді. Және де біз осы үлкен тұлғалардың есімін сіздерге, балалар үшін қызық болады деп ойлаймын. Өйткені ол кездегі қазір сол тарихты ақтарсақ, сол олардың енді біздің еліміздің тарихымызда, өнерімізде өз аттары алтын әріппен жазылған енді керемет корифей дейміз. Өйткені екеуі де ол кездегі КСРО-ның халық артистері. Ол деген дүниедегі ең бір үлкен бір атақ, мәртебе болатын. Екеуі де Москвада оқыған. Енді қайсысын алсақ та, енді қазір ол кісілерді көзін көрген, бірге істеген, қазір әріптесі өздерінің естеліктерін айтады, қазір фильм көреміз. Және де енді өз басымда айтсам, мен өзімді өте бақытты деп санаймын. Өйткені кезінде Ахмет Жұбанов атындағы республикалық дарынды мектебінде оқыдым. Ол бірінші бір содан басталды. Ал консерваторияға түскенде мына жерде менің ұстазым отыр, Шолпан Болатқызы Жұбанова. Ол да сол үлкен семьяның өкілі. Сондықтан да өз басымды өте бақытты деп санаймын. Өйткені сол кісілерге менің де бір жақындығым бар деп ойлаймын. Және де қазіргі біздің әлемдегі ең бір мықты жас дирижерлардың бірі, ол да солардың ұрпағы. Ол осы семьяның өкілі Алан Бүрібаев. Сондықтан да осы жалғастық, ол бір керемет дүние деп ойлаймын. Сондықтан да балалар, бүгін біз осындай керемет кештің куәгерлері болып отырмыз. Сондықтан да осы бүкіл бүгін айтылған дүниелер, айтылған сөздер, естеліктер сіздерге бір қатты, сондай бір өміріңізде бір үлкен бір өз жалғасын табады деп ойлаймын. Сондықтан да осы біздің кездесуімізге қош келдіңіздер дейміз. Және де осы кешімізді бастайық. Маған тұлпардай шапанына шаң жұқпаған өнерлер. Анасының алтын бекен құрсағы, Жұбановтың жолын қуған ұрпағы. Қазағымның маңдай бақ емес пе, Ғазизадай өнерлісің тусәлі. Қарғалдақтай тасқа біткен құздағы, құздан биік ар иманы ұжданы, отбасы түгіл отанына сән берген Қазағымның Ғазизадай қыздары. Өшпестей қып, әз қалдырған артына, берік болып өнердегі салтына, композитор арнасынан бұлақтай, әсемімен ән сыйлаған халқына. Бойында бар үлкен мұрат тәттарман, ақ жүрегін ардақ делге ақтарған, жазған талай операңыз халықтың жүрегінде өшпестей боп сақталған. Өзіңіздей қазақта көп қыз болса, бізге мақтан ұлылардан із қалса, әрбір қазақ баласының оңғаны өзіңіздей ол анадан үлгі алса. Асыл ұстаз, асыл ана, асыл жар,
еңбегіңді сақтап қалады ғасырлар. Бүгін сізді еске алып жатырмыз, жанарымда қуаныштың жасы бар. Театрде бірге жүрген осы елмен, қойылымы жарық көрген шетелден, Әзірбайжан талантына тәнті боп, екі алып, өнер жүгін көтерген. Олардан өшпей тұғын қаладыз, өзіңізсіз, біздің Синий вот так говорят, вот такие женщины, вот заумные, все, мою жизнь какие-то скучные, какие-то угрюмые, знаете. Вот у Ғазизы это совершенно было изумительно. Вот такая была богатая, одаренная натура. Она работала очень много, она хорошо училась как студентка и как аспирантка. Мне кажется, что я Ғазизу Жұбанову знаю всю свою жизнь. Когда я только поступил в консерваторию, на первый же курс, в класс... Қазақшасы дұрыс болар, ертең шыға бере сабаған кезде сауап болды деп айтсам, өздері сұраған деймін. Әзекеңнің соңғы сөзіне зейін қойсаңыздар, минуты деді ғой. Бақытты кездерім аздау болды деп. Оның аздау болған себебі ол кісі арманшыл адам еді. Ол кісі жақсылыққа тоймайтын адам еді. Ол кісі жақсыны көре білетін адам еді. Ол кісі жақсылардың қасында жүретін адам еді. Мен ол кісінің 40 жылға таяу ғұмырының куәгері сияқты болып тұрмын қазір. Өйткені сонау 66 жылы сіздердің әке-шешелеріңіз тумай тұрған кезде әуезов театрына жұмысқа келдім. Содан бері көз жұмылғанда соңғы рет қасында болдым. Міне баршалары куә. Бүгін осындай ұлы тұлғаларды еске алып отырған, соған идея айтып, соған мән беріп отырған осы біздің өнер академиясының ұжымына ректор Видеоға рахмет айтқым келіп тұр. Мынау сабақтың сабағы. Сіз 6 жыл оқыған театр тарихынан мына жерде 6 минут отырсаңыз, тірі бейнесін көрсеңіз, олардың әңгімесін естісеңіз, олардың бейнесіне қарап, олардың қаншалықты қарапайым адам болғанын, ол адамдар да осындай болады екен-ау деген ойда қаласыздар сіздер. Сонда бұл сізге сабақ. Бүгін Нұрғалин осындай сұрақтарды дәстүрге айналдыру керек сияқты. Ғазиза менен Әзекеңнен басқа тұлғалар көп қой. Елеусіз қалған есіл ерлер көп бізде. Соларды осындай осы академияға солардың бәрі шетінен өнерпаз. Нағашылары міне отыр арттарынан іздеп жүреді. Бір Әзірбайжан менен бір ақ қағаздан тараған ұрпақтардың өзі деп 80 жылдығын, 85 жылдығын Әзірбайжанның енді өткізетін кездер келіп тұр. Қазір вообще бір нәрсені бір туған күні емаса көшенің атын берілгеніменен ұжым анау Францияда жүр. Осының бәрін негодный дегенде айтуға болады. Жылап, анау бір шықты да, кіріп еді, ат шыққандай болды. Арман не көргеніңді Тегімге келген ай. Дұрыс айтасың. Бұл Kurban
вот это КСР, отчество не.